Менің қабары бар, жоғары білімдендіру мекемелерінде білім алып жатырған айрым жастарымыз жақында ғана Өзбекстан Республикасы президенті һәм басқа да стипендиялардың иесіне айланды. Осындай бір-бірінен белсенді болған жастарымызды біз студиямызға бүгін мұрат еткенбіз. Олай болса, демек меймаларымызбенен танысың. Ислам Каримов атындағы мемлекеттік стипендия иесі, Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалы студенті Азиза Базарбаева және де Төлепберген Қайыпбергенов атындағы мемлекеттік стипендия иесі, Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалы студенті Бибінур Базарбаевалар. Сондай-ақ ерте таңнан халқымыздың кеуіл қошын жоғары ету үшін студиямызға Нөкіс қалалық бірінші салы мәдениет орайының су серпер фольклор этнографиялық халық ансамблінің музыкалық басқарушысы Захида апа Өтемұратованы да мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум, иманлар, қош келдіңіз студиямызға. Таңғы кеуіл кейфиятлар қай дәрежеде? Ассаламу алейкум, құрметлі телетамашагөйлер. Көрсетудің азиз ықыласпентлері, сіздермен осындай берекелі, пайызлы таңда экран арқылы дидарласып тұрғанымыздан жүде қуаныштымыз. Сондай ана ватанымызда туылып өсіп, өз белсенділігін көрсетіп, жәмиетшілікке өзінің сондай талантыменен, білімімен танылып жатырған жастарымызбен сәубетімізді бастап алсақ, ең әуелі Бибінур, сіз жақында ғана Төлепберген Қайыпбергенов атындағы мемлекеттік стипендияның иесі болдыңыз. Бұл стипендия үшін таңлау қандай басқышыларда болып өтті? Әуелен бар, ассаламу алейкум. Бұл стипендия үшін таңлау нәтижелері текарынан студент жастардың оқу нәтижелері, һәм олардың жәмиетлік жұмыслардағы белсенділігі, сондай-ақ іліми жұмыслардағы айрықшалықлары менен өткізілді, сондай-ақ әдебиет һәм мәдениетқа қызығушылығы текарында өткізілді. Ең текарғысы бұл әділ тәрізде өткерілді. Және де сол. Азизаға сұрауменен мұражат етсек, міне сол Ислам Каримов атындағы стипендияға миясар болғансыз, бұнда қандай талаплар болды стипендияны алуда? Ислам Каримов атындағы мемлекеттік стипендия Өзбекстан Республикасы министрлер кабинеті тарапынан тастиқланған тиісті қарар һәм низамлар текарында студент жастарға беріледі. Бұл стипендияны қолға кірту үшін талап алынардан бірінші орында айтып өтілгеніндей, оқуда белсенділігі, жоғары көрсеткіштер көрсетуі, өтілетұғын пәнлерді терең өздестіруі, яғни бірінші орында рейтинг дәптершедегі бағаларына қаралады. Солай-ақ оның алып барған ілми іздертлеу жұмыслары, шап еткен мақалалары, дөретушілік жұмыслары, һәмде шет тілін білу дәрежесі бойынша тіл сертификатына қарап, ең текарғы талаплары осылардан барады. Әйне енді оқып отырған бағдарыңыз бойынша бүгінгі күнде қызығушылығыңызға қарап, оқу іздеп отырған темалар, суар хақында да сәубетлессек. Қазіргі күнде мен тек қана іліми жөнелістер емес, бәлкім сол жәмиетлік жұмысларға да кеңінен қатынасамын. Һәмде мәселен айтып өтетін болсақ, мен іліми жұмысларымнан қазіргі уақытта 20-дан артық мақалам һәм бірнеше методикалық қолданбаларым бар. Бұларды қазірде өздеріміз оқуда да пайдаланып жатырмыз. Бұны іліми басшым Бибмария Мұратбаева менен біргелікте шығардық. Сондай-ақ мен стартап проектлер таңлауына және де мұназара дебат ойынларына да қатынасып, сыйлы орынларды алып келмектемен. Мархамат, Азиза. Қазіргі күнде жоғары оқу орындарында әжайып бір тізім жолға қойылған. Бұл тізімнің аты дуал деп аталады. Бұл студент жастарға бір уақыттың өзінде һәм оқып, һәм өзінің қанегелігі бойынша жұмыс істеу мүмкіншілігін береді. Мен сондай мүмкіншіліктен пайдаланып отырған бақытлы студенттердің біреуімін. Яғни екінші курс уақытымда мен Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагөйлер театрының актрисасы атандым. Бұл тізім біздерге оқуда үйреніп отырған система, біздерге оқуда үйреніп отырған назери білімдерімізді сахнада, театр көркем өнерінде әмели қолдап көруге мүмкіншілік береді. Қиғатында да мәдениет қызметкерлері біздердің милилігімізді, үрп-әдетлерімізді олма әр тәреплеме үгіт насихатлайтын адамlardan есапланады. Ал жазушылар болса, оларды бір қалыпке салып, дүние жүзіне танытады. Бибінур, сіз Төлепберген Қайыпбергенов сол стипендиясына тағайындалып отырған жастарды қанша елі әдебиетқа көбірек қызыға басылады деп есаплайсыз? Әлбетте, бұл стипендияға таярлаушы жастар әлбетте бірінші орында әдебиет һәм мәдениетқа қызығушылығы текарында
тикарында өткізілетін болып табылады. Сол себеплі мен де осы стипендияға таярлану уақытында әдебиетқа, мәдениетқа болған қызығушылығым жүдә артты деп айта аламын. Бұл басқа жастардың да осы стипендияны алу үшін таярлану уақытында әдебиетқа һәм мәдениетқа болған қызығушылығын жүдә арттыра алады деп сеніммен айта аламын. Сәубетімізге қайтсақ, Бибинур, осы Төлепберген Қайпберген атындағы мемлекеттік стипендиянты болуыңызға айне қайсы жетіскеліктеріңіз себепші болды деп есептайсыз? Бағана айтып өткенімдей, өзінің жөнелістері бойынша жетіскенліктерім бар. Хамде бұнда бірінші болып оқудағы нәтижелерім, яғни рейтинг дәптершедегі бақаларым ең тикарғы себепшілерден болды. Сондай-ақ ілми басшым Мұратбаева Бибимариям менен біргелікте көплеген ілми мақалалар, сондай-ақ тезислерді халықаралық журналларға шығардық. Хамде біздер ілми басшым менен біргелікте методикалық қолданбалар, яғни өздеріміздің сол ветеринария тарауына тиесілі болған бір қанша қолданбалар шығардық, һәм бұны қазірде оқуда өздеріміз пайдаланып атырмыз. Және де мен жаңа айтып өткенімде, жәмиетлік жұмысларда да белсенді қатынасатығымлығымды айтып өттім. Бұнда мәселен қазіргі уақытта мен 2025 жылы Innovate 2025, яғни инновациялар таңлауында Ташкентте 3 күн давамында болып өткен таңлауда қатынастым, өз стартап жойбарларым менен біргелікте. Һәм сол жерде біздер 3 күн давамында har қилы көрік таңлауларға, сондай-ақ бизнес инноваторлар тарапынан мотивацион нелерге таңлауларға қатынастық, һәм сол жердегі әрқилы патентленген проектлерді көріп, өзіме бір қанша мақсатлар қойдым алдыма. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасында осы жылы 2025 жылы жаңалық болған, яғни робототехника бойынша Өзбекстан Республикасы хаммеңіз естіген болсаңыз керек, Гиннестер рекордына кірді. Яғни бұнда 2000 жас арасында болып өтті. Сол 2000 жастан 1943 жас сол инженерлік миссиясын орынлай алды. Мен сол жастардың қатарында болғанымнан жүдә қуанышлыман, себебі бұл да менің аз ғана болса да өзіміздің халқымызға үлесімді қосқанынан дерек береді. Және де мен бірінші курсымнан баслап мұназара дебат ойынына қатынасып келемен. Бұл да менің қазіргі уақытта өзімнің лидерлік қабілетімнің рауажлануына, һәмде басқа да көрік таңлауларда белсенді қатынасуыма үлкен түрткі болды деп айта аламын. Сол мұназара дебат ойынында біздер өзіміздің командамызбен біргелікте әрдайым бірінші, екінші, үшінші орынларды еш қолдан бермейміз. Бұл да менің үлкен жетіскенлігім. Сондай-ақ мен жаңа айтып өткенімдей, стартап жойбарларға жүдә қызығушылығым себеплі Нүкіс қаласындағы технопаркте түзілген 3 айлық бизнес-инкубатор курсында тамамлағанмын, һәм қазіргі уақытта технопарк ағзасы есапланамын, һәм бұндай сертификатқа да ие болдым. Сондай-ақ сол технопаркпен біргелікте әрқилы жойбарлар іслесуде. Қазіргі уақытта проектлерімге прототип дәрежесінен, һәм оның патентленуіне жәрдем беруде үлкен үлесін қоспақта. Және де мен халықаралық олимпиадаларға да қатынасқанмын. Сыйлы бірінші, екінші орынларды алғанмын зоология пәнінен, һәмде Өзбекстан Республикасы ветеринария һәм шаруашылықты рауажландыру комитеті тарапынан өткізілген халықаралық өзіміздің Өзбекстан Республикалық, яғни олимпиадада сыйлы екінші орынды иеленгенмін. Міне осы жетіскенліктерім менің осы стипендияны алуға үлкен түрткі болды. Сондай-ақ өзіміздің районда да бір қанша таңлауларға қатынасып келмектемін.